Тағы музыка аспаптары 4 мазхабта оған тыйым салынған. Имам Абу Ханифа, Шафи, Ахмад, Малик оны ижма қылып тыйым салған. Енді кейбір азхар молдалары оны рұқсат бергенімен, ол азхар молдалары қай мазхабты ұстанатынын біз білмейміз оны. Шафиді ұстана ма, кейде олар қалаған Ибн Хазмді ұстана ма, оларға ұнаса бірден Ибн Таймияны ұстайды, қаласа бірден имам Маликтікін ұстанады. Бұлар жақсы емес та, бұл нәпсіге еру да. Қайсы жеңіл болса, қайсы жоғарыдағы биліктерге ұнаса, соны ұстайды да. Ол бізге қызық емес. Азхар молдалары не айтты, ол қандай фатуа берді деп та. Бізге имам Абу Ханифа рахималланың мазхабындағы ірі ғұламалардың сөзі керек. Бір-екі молданың, бір-екі ғалымның ижмаға, көпшілікке қарсы болғаны да бізге қызық емес. Сондықтан ижма бір ауызмен келіскен имам Абу Ханифа рахималланың мазхабында тағы 4 мазхабта имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад рахимахумуллах таала ажмаин ол музыка аспаптары шариғатта тыйым салынған.